болғанда ақтан жеңдей, оларды айту қиын мақтан көрмей. Айтыстың абыройын асыратын ақсақалды қарттар келгей. Мен дөзім кемпір шалдың баласымын, солардың батасымен шапқан желдей. Шұрқырап құлындары келген кезде ентігін еміреніп басқан көлдей. Қоныстың шекарасын белгілеген болыстың сандығында жатқан мөрдей. Алтынның сынығындай алмасатын жақсылардың соңынан жастар келгей. Ағайын аман есен көрдіңдер ме? Арнайды талай ақын дастан мендей. Азайсаңдар әбіржіп қаламыз ғой. Біздағы қалдық па деп тастан делдей. Енді бүгін ешқайда кетпеңіздер, тойғызығын соңына тосқан жөн ғой. Армысың дәулеткерей арғымағың, есіміңді дәріптеп қосқан жөн ғой. Түскесін өлең сөздің майданына алайым, несібеңді ақтан бергей. Шырайын әлеуметтің шығарсын деп Құдайым қызыл тілмен жақ бергендей. Әруаққа сиынып бір көрейін, қалмаққа таңғы ұйқыда тап бергендей. Сақын таңдайланбақ, айтатын әлеуметке әнді ойланбақ. Мысалға келтіреді көп әңгіме, пернені басатұғын жандай бармақ. Қалмаққа таңғы ұйқыда тап берем деп, ағасы тап бермегін қандай қалмақ. Елім күнде ерке күлсін, пернесі домбырамның оң терілсін. Ассалаумағалайкум арда қазақ, көңілің көркем жырға көм көрілсін. Шыққанда үкілеген үздіктерің, төрт көзің бізге түгел төң көрілсін. Ақын мелісте ат үстінен, көк барыңа тастаған серкенілсін. Батырлықты дәріптеп ақындықпен, ұлдарың серттеріңе семсерілсін. Махамбеттің тойында маңғаз елім, шаттықтың шалқар күйін шерте білсін. Шапалақтап отырсаң ақыныңның, екі ауыз өлеңіне ел семірсін. Марғасқа Махамбеттің айтысында таңдайдан жыр, маңдайдан тер төгілсін. Ақсұңқардай бұрғасын шыңға бетті, қар өлеңмен қылайын ырза көпті. Қара ниет пиғылы патшағзамның, қазағымның қадамын шырмап өтті. Кешегі кер заманда ел қамауда, ерлерімнің қылышы қында кетті. Қарғыланған төбетте елді талап, бір сатқынның бәлесі мыңға жетті. Ұлыңның тұрпатынан тұлға кетті, құлағынан сырға кетті. Арбалмаған алаштың нары қалмай, талғармаған талайлар суға кетті. Жұлын құрттай жұлынып ердің басы, туырлықтай далаңды тулақ етті.
несібең бұйырмай өз аузыңа сартабақтың сарықтың құлдам етті. Марғасқа Махамбеттей маңғазыңа айтақпен үрген иттің тырнағы өтті. Отаншылдық сезімі тұншықтырды, отаршылдық дертінен туған өртті. Қаймана қазағымның қасіретін қанжылаған жүрекпен жырлап өтті. Ей, ақыра арыстандай айғым тұлып, қапыда қара жерді құндақ етті. Ей, халқымның пейілі ғой ең тұнық нұр, сондықтан менің көңілім желпініп тұр. Жайықтан келген ақын жанымда бар, дегендей осы айтыстың көркін ұқтыр. Отаршыл озбырларға қарсы шапқан батырлардың рухы серпіліп тұр. Арыстарын аспанға ел көтеріп, қуаныштан көзіне көл тұнып тұр. Махамбет ақындардың сұлтан еді, қалатын жырларынан жөңкіліп қыр. Оразайы сұлтаны 12 айдың, жүректерге иманын толтырып тұр. Ақын той оразамен орайласып, қос сұлтанның жұлдызы тең туып тұр. Ей, құлай сүйген құлының құрметіне Құдай өзі ретін келтіріп тұр. Ей, Алланың пәкпейлі Құранда аппақ, ықыласты пендеге сыраңдатпақ. Ал мәке бүгінгі зет бізден болсын, бәйгеде тұлпарыңды тұмарлап шап. Үзеңгі қағыстырып отырармын, қыңыр сөйлеп кетпесең сыңар жақтап. Абылмен абылнақтан, абылақтан нұрыммен қашағандай, аталардың әруағын шынарвақтап, шынардақтап. Пірбекеттеп сөз бастап жүрген ұлсың, бабасының есімін ұрандатпақ. Толарсақтан қан кешкен батырлардың шын ерлігін ұрпағы тұрар мақтап. Махамбеттің айтысын қыздыршы енді, Асқар тауды басса да мұнар қаптап. Ей, қызыр қонған батыстың ақын едің, қызыл тілден ұшырған қыран баптап. Сайысып бір көршекеуің, белгілі сол сөзден ақ көршекенің. Әрінім әрі шәкірт деп атаған, сезбедім сіздің сөздің ерсекенін. Қалмақты мысал үшін айтып едім, қалмақты мысал үшін айтып едім. Олардың білесің ғой ершекенін. Қандай қаймақ, қандай қалмақ деп сұрайсың, мына менен қай қалмақтың паспортын көрсетемін. Әй, халайық екеумізді күткен шығар, ағашта жұлқылаған түткен сынар. Дәулеткерей алдыңда шай құйылды, мөлдіріп тұр ғой әне сүтпен сыңар. Ұзақтау толғағаның қандай жақсы, сендағы ақын емес іштен тынар. Ей, өзіңнің сөздеріңе қарағанда кассетаңның бір жағы біткен шығар. Ей, Дәулетжан айтысқанда аспандай ма? Әуел
Өлген сөйлемейді бастанмайда. Жеребе екеумізді тоғыстырған, осындай әдетті де тастау қайда. Жақсы сөз жарым ырыс түсінемін, ырыста ынтымақтан басталмай ма? Ей, дегенмен қорқамын көп мақтағаннан, көп ішкен адамдарда мас болмай ма? Ей, мұныман мұны отырған қосылар ер, алдымен ақын туған осылар ер. Батыр ақын ақыны батыр болған қазақтың қасиетті топырақ ер. Сіз бен бізді жаратқан әуел бастан топырақтың алдында тосыла көр. Жаныңның жарақатын жазам десең, арыңның әділ таза сотына бер. Ей, Құдайым ең алдымен адалдықты домбыра ұстап жүрген досыма бер. Өлеңнің дариясын көрем десең, Қосынбай деген шалдың қосына кел. Дәулетшен әрі қарай арқынайық, ойланып қалған бізден шошына дел. Айқасу бұл айтыстың серті болса, болмаған жақсы болар босына жер. Ей, бірдеңе десе тағы ренжейсің, айтыспасаң айтыспай отыра бер. Әрі қарай әкетаңыз, жұртқа біз жырсыбаға асатамыз. Кәсетаң біткен шығар деп бір айттың, оған қалай енді сын жасатамыз. Ей, өзіңізге шәкірт боп жүргеннен соң, сіздікіндей бітпейтін кәсетамыз. Халқымның бар еді ғой затын дерлік, біз бүгін ақиқатқа жақын келдік. Мелисаға өзіңе іні болып, алдына елдің талай тату келдік. Айтайын енделіме сүйіншілеп, екеміз талай топтың сапын көрдік. Жатқа тізгін бергенде 70 жылдай, арып ашып азапты тақым көрдік. Дінің аман жүрекке тұнбағасын, құбыладан жаңылған кәпір болдық. Оңдырмай от көсеген көсеу құсап, қазақы салт санадан тақыр болдық. Әйтеуір көз жасымды Құдай көріп, қолға тізгін тигесін батыл болдық. Өткен күнге салауат біздер айтып, азат таңның нұрымен әтірлендік. Астанада оқушылар сарайына Махамбет бабамыздың атын бердік. Болашақ жастарымыз рухтанып, Махамбеттей болса деп мақұл көрдік. Ей, храпунып қисегер бір көшесін, ұлы тойда болар ет татым дерлік. Ей, алмеліс айтысқанда шабытпен кел, жетеді ақиқатқа халықпен жол. Кеудеңде тұнған жырдың ұясы бар, атадан асып туған бағыт демдер. Атырауда Махамбетке айтыс қылмай, өзіңе сызып алдың қауіп шеңбер.
дұрыс пиғыл танытпаса, әкімдердің қылығын әдіптеңдер. Алысқа қарайтұғын құстай болып, батыста бар еді ғой байыптерлер. Махамбетке қимаған байлық құрсын, басқаның есебінен байыппеңдер. Құдайдан айналайын мұнай берген, мұнайдан айналайын құдай берген деген сөз мелістікі анық деңдер. Өнегеліс қылмаса байларыңыз немені ықыласқа жарып беңдер. Ей, алтын сандық үстінде отырған мен кілтінен сендер айырылып қалып беңдер. Bir қазақтың бір қазақ. Арғымақтың баласы азоттарда көп жусар, талаудан татқан дәмі бар. Азамат ердің баласы азоттарда көп жортар, дұшпанға кеткен ары мен барымтаға түскен малы бар. Махамбет айтқан өлеңде өткен менен кеткеннің бүгінге дейін жеткеннің ойласаңдар бәрі бар. Батырлардың ішінде қайыңы бар, талы бар, айыры бар, нары бар. Үбі батыр бастаған, тәни палуан қостаған, Айса Амантайы бар. Тұлпар мініп туалған және шөмен байы бар. Хан ордасын қоршаған, шұбатылған шаңы бар. Исатайды туарда Нағибалла шешеміз жылан жұтқан екен деп айтатындар әлі бар. Сол жыланның жартысын түгел жұтмай құсыпты. Бұл бір сөздің мәні бар. Батыр туған баласы бастаған ісін бітірмес, халық айтса қалтайтмас деген сөздің жаны бар. Үшкірданың сол көзде Жәңгір деген ханы бар. Қасындағы көп кісі тақылдаған татардың, қақылдаған қалмақтың, шақылдаған гәуірдің ойласаңдар бәрі бар. Ей, Шыманұлы орманның шөке деген лаңы бар. Исатай мен Махамбет нарым менен қиылды, дүбірлетіп жүргенде Перовский геністі Гекке деген немісті шоқындырып күндіздің күбірлетіп жүргенде Асанғайға атамыз желмаясын суарған, Ақбұлақтың аржағы Шейітсайға шілдеде бұрын жетіп жүргенде батырларға оқ түйіп Исатайды көздеген сардарын жауға қия алмай Үбі батыр оралып атымамын тездеген. Мен Исатай басыммен ат көтіне отырсам, мұның ұят болады жөнеле бер тездеген. Арыстандай ақырып осымен бітті сөздеген. Келіп қалған солдаттың 5-6-ын жапсырып, жанын хаққа тапсырып, батырың сөйтіп тездеген.
қас батырдың садақ ойнар, қас шебердің қолында қалам ойнар. Ер Исатай батыр мен Дүрмахамбет, бұтағына бұлт қонған қарағайлар. Мелсаға айтпағым мынау еді, адамға көрсетпесін заман айбар. Елдігінен айналдым қазағымның, ақын емес едің ғой жаман ойлар. Махамбеттің бұл тойын жасап жатқан Отан партиясында нарағай бар. Амангелдіге Құдай қуат берсін, жинаған жауқазыннан арадай бал. Ит жегенше Қондыбай қанай жесін дегенді айтқан данышпан Данабай бар. Жұтқаны білінбейтін жұлыңғұрттай көбейіп кетпес екен қарабайлар. Жасырмай айтар болсам баршыныңдай, ысыйлы тамырымда қан суымай. Экология өртінің өршіп кетіп, Каспийдің бар аймағын шарпуынай. Балтырдың сыздағаны ештең емес, қадалған қақ жүректен шаншуынай. Көр қазғандай көл түбін үңгіп жатқан келімсектің кеніңді аршуынай. Тіршіліктің тамырын қияды екен, теңізге тамып кеткен тамшы мұнай. Базарын мұнайының басқа көріп, азабын тартып жатқан алшыным ай. Алматыға Мелсай келді деп, сарайыңда талай ай сайраған, сырлыда сұлу сөздерін сіздерге арнап сайлаған. Сол мелісті тыңдауға қарттарымда аманай келдің бе? Мұрттарын жырымен майлаған әжелерім армысың, ақ жаулығым байлаған ағаларымда арамсың, халықтың да қамын ай ойлаған. Жеңгелерім де келдің бе? Құшағында ғой ағаның, ақ сазандай ай ойнаған. Құрдыларымда келдің бе? Қиылыпта қасы ғой жайнаған. Меліс ағам арғымақ, табаны тастан таймаған. Ақ жайықты жайлаған. Осы меліспен айтсам деп мен де келдім ағайын. Қараөткел дейтін шаһардан қан базары қайнаған. Ал енді бұл ағайын бәрін айтта бірін айт. Рамазан айында Махамбеттің тойында бір ғанибет емес пе сіздермен бірге тойлаған. Айдай, 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 айдай. Жаратқанда ием ай жебегін, пендеңе дейсің көмегің. Сөгір дейін жыраудың, сарқыты да Мелсай сенедің. Шекерге толған шелегің, асықпағын тұра тұр, кезегіңді беремін. Майдынды шалқар көледің, арнаның соққан кемерін. Махамбеттей бабаңнан қалғанда сырлы жебедің. Ал мен едім ай мен едім, сарыарқадай ай көлемім. Еліме берген өлеңім, бұршақты жырлы көгөнім. Меліс ағам желмая, соңында бұршын мен едім. Шәкірт болып жүрген соң, томпаңда беріп ай келемін. Айналайын ай ағайын, Меліс көкем қасымда, ақылға да байтағай кемелім. Ақылға да байтағай кемелім, маржанды мұхит тереңім. Ізіңнен еріп жүрген соң, ғибратыңды да теремін.
жеті өзеннің бойында Махамбеттің тойында, жеті өзеннің бойында Махамбеттің тойында, баршаңызға шашу қып осылайда жырды мен төгемін. Айдай, 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 айдай. Айналайын-ай Дәулетжан, айтысқандан өбірсің, басыңнан сенің ай бұлаған, қалайда бүгін ай секірсін. Тойып алып ай өлеңге, ұрпақтарың ай секірсің. Сүгірдің салып ай өз сөзіне, өзіңде ұқсап ай өзіңе. Алдарыңдан ай халқыңның ай концерт қойып ай отырсың. Алдыңда сенің ай отырған, салқарда салқар ай салқар ел, сол сары қардың ай ішінде бүгінгі мына ай айтыстың қылаңы менен ай бараңын, жүйрігі менен ай шабанын, қиядан көріп ай байқар ел. Айналайын ай Дәулетжан, айналайын ай Дәулетжан, Махамбет менен ай Исатай, солар туған ай заманның сырын ашып ай жырласаң, қайып алды жәңгірдің сынын ашып ай жырласаң, шымшы тырық ай уақыттың шынын ашып ай жырласаң, ей мұны тұрған ай ағайын алғысын саған ай айтар ел. Дәулет керей ай ініміз Оралханның ай тойында, Өскеменнің ай бойында салқын тиіп ай қалғанда, мұңайыпты байтақ ел. Айналайын ай Келінжан, қазір естімесең де хабардан кейін ай көрерсің. Дәулет үйге барғанда бір кесе шай бергенше екі кесе сорпа бер, аузыда күйіп ай қалмасын, ей сорпа берсең ай орта бер. Айналайын ай Дәулетжан, содан кейін ай жазылып, шапқан ізің ай қазылып, маңдайыңнан ай бу шығып, таңдайыңнан ай жыр шығып, ей тағай тысқа тарта бер. Сүгірдің салсам ай әніне талантымның ай қырбеті, қал залды отырған ай ағайын осы айтысқа кеп қалса, Махамбетке құрметі. Дәулет керей ақынның бұл термелеп кеткені мелістің салған міндеті. Ақын болған соң бірін індету, шабыттанып сөйлесе болады ма тілінен, ұйыған қаймақ жыр кету. Концерт қойдың дейсің ғой, тағы да айттың басқасын, меліс саған ойынан ол сөзді сыпырып тастасын. Дәулет керей ақынмен сахнаға шыққанда термелеуден қашпасын. Мен меліске шәкіртпін, ізін оның басқасын, осылайша термеледім ай оның талантынан асқасын. Айдай, 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 Қазақы қан ойнаса тамырыңда, ақылға сезіміңіз бағынуда. Дәулет керей телмі термелеп кетті ғой деп, мел саған малым ба әрі мұңға.
Мен сізге мынандай бір әңгіме айтам, талғажау болар бәлкім тағылымға. Арқада Сандыбайдың ерден өткен баланған бір басының бағымынға. 300-ге сауын айтып ерден батыр Сарыарқаның сән құрған сауырында. Ас беріп жылдығына Сандыбайдың ат жаптырған ереймен бауырында. Ас деген аттыныкі дегендей-ақ ойдан қырдан қазақтар ағылуда. 300-ден келген барлық дүлдүлдердің мойнына тұмарлары тағылуда. Аламанның ақшаңы көрінгенде бәйге күткен бапкерлер сабылуда. Сол кезде мынандай бір жайт болыпты, ол да мысақ болмақ қой мәні ұғуға. Ерденнің көк байталы бірінші кеп 300-ге тұлпар болып танылуда. Құттықтаған қазақтар қаумалап кеп ерденге екі бастан жағынуда. Ей, жанарынан жас бүркіп сонда ерден түсінік түсіпті қамығуға. Ей, оқиға болған кезі бесінеді, ерденнің өзгеріпті қош реңі. Бұл жайды түсінбеген басқа халық, басқа неге тепті депті несібені. Жүрегін қанжылаған қасіретті, қанжылатқан қасіреттің жұмбағын ерден былай шешіп еді. Туа қалқым Сандыбай менің әкем 1 жыл бұрын Бақиға көшіп еді. 300-ге сауын айтып ат бергіздім. Өйткені барлық қазақ досым еді. Ақын сол асқа қарағұрым жұрт жиналып, менің мынау мерейім өсіп еді. Ақындарын әкеліп айтыстырып, аттарын Аламанға қосып еді. Ұлы жүздің немесе кіші жүздің аты келсе деп көңілім тосып еді. Өзімнің, бірақ менің байталым келгендігі көңілімді су сепкенде өшіреді. Әкемнің даңқалысқа кетпей қалдау, астан күткен арманым осы еді. Бәйгені өзім тігіп, өзім алсам, бұл жайды аруақ қалай кешіреді. Деберден көзінен жас парлатыпты, сол әңгіме түсіп тұр есіменді. Ең алғаш мен айтысқа шыққан кезде тұсауымды осы меліс кесіп еді. Махамбетке арналған бұл айтыстың бәйгесі мәртебесін өсіреді. Ей, сол ердендей ірілік таныт алсаң, реті келіп ақтыр осы жолып. Қаймағын оның ағайын қалқып алған жақсы ғой. Ағайынның алдында өлеңіңді төкпелеп аңқып алған жақсы ғой. Шабыт келіп отырса шалқып алған жақсы ғой. Ерден жайлы аңыздың айтып өттің сұлбасын, аталардың артында нарқы қалған жақсы ғой. Аңызбен басты қатырмай, бос сөзіңді сапырмай, қолдан келсе бәйгені тартып алған жақсы ғой. Аз сөз алтын көк күміс, айналайын Дәулетжан, аз сөзіңнің айырып татын алған жоқсың ғой. Қатырам деп келгенмен
аннан бірінен сөз айтып қатыр алған жоқсың ғой. Исатай мен Махамбет, Кенесары Наурызбай заманынан сөз қозғап шабытыңды дегенмен шақыр алған жоқсың ғой. Енді біздер тұрмасақ мына ағайын өкпелер, сахнаны бір өзің сатып алған жоқсың ғой. Ей Мелис-ау, неге маған бөтен дейсің? Жай кезде інім дейсің, көкем дейсің. Ағайынның алдына келген кезде өзің жақсы сезімді сетерлейсің. Дәулетті іс қалғысыз қылып тастап, жалғыз өзің шаубақ өтер дейсің. Ей, бұл бәйгіні алмасаң, осы жолы атқа мініп аттандап кетер дейсің. Ей, мұныңды Мелис аға жақсы дейін, әзілге ағам менің тапшы дейін. Ініңде ілгеріге басып келет, демесең бір өзіңіз жатшы кейін. Сатып алғам жоқ қой мен сахнаны, сен дағы қыстырылмай отшы дейін. Ей, Мелис аға, тұра тұр, қоштасайын, алдыменен еліме бақ тілейін. Болды ма? Болды ма? Айтыстың финалына лайық айтыс екен. Айтысты бастаған Мелис Қосынбаев, Батыс Қазақстан. Мелис Қосынбаев. Бірыңғай 10. Дәулеткерей, Кабул, Астана.